Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыз екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесінің көмегімен мәтінді есептерді шығару. Осы алгебра тақырыбындағы, алгебра оқулығындағы ең күрделі тақырыптар осы мәтінді есептерді шығару болып табылады. Қазір осы тақырыптағы А деңгейдегі 4-те 2-ші есептен бастап көрсетейін. Арифметикалық ортасы 35-ке, ал геометриялық ортасы 28-ге тең екі натурал санды табыңдар еді. Ол сандардың қандай екенін біз білмейміз ғой, сондықтан бірінші санды біз x деп белгілеп алайық, екінші санын рим цифрымен белгілейін. Бірінші санды x деп белгілеп алайын, екінші санды y деп белгілеп алайын. Осы екі санның арифметикалық ортасы x қосу y бөлу 2 тең 35-ке тең екен арифметикалық орта, ал геометриялық ортасы 28 дейді. Геометриялық ортасы деген осы екеуінің көбейтіндісі квадрат түбір астында, ол тең 28-ге дейді. Қазір осы есепті енді шығарамыз. Алдыменен бірінші теңдеудегі бөлшектің бөлімінен құтылайық. Сонда бізде жалғастыратын болсақ, x плюс y тең болады 35-ті 2-ке көбейтеміз 70. Екінші теңдеудің екі жағында квадраттап жібереміз. Сол кезде x, y тең 28-дің квадраты 784. Мінекей алмастыру әдісін пайдалансақ болады. Бірінші теңдеуден x-ті табатын болса, x тең 70 минус y. Осыны әкеліп, екінші теңдеудегі x-тің орнына қоямыз. Сол кезде 70 минус y көбейтілген y тең 784. Әрі қарай ортақ көбейткіш сыртында тұрған y пен жақшаның ішін көбейтеміз. Сонда 70y минус y квадрат тең 784. Қазір минус y квадрат пен 7y-ті теңдіктің оң жағына шығарайық. Сол кезде y квадрат минус 70y плюс 784 тең 0-ге. Қазір y квадрат минус 70y плюс 784 квадрат теңдеуін шешеміз. Дискерменнан екінші коэффициент жұп бойынша 35-дің квадратын аламыз. 1225. Бос мүшенің алдында плюс болғандықтан минус 784. 441. Бұл дегеніміз 21-дің квадраты. y1 тең 70-дің жарысы 35 плюс 21 бөлімінде болмайды. Сан бізде 1 болады, бөлімінде 56. Екінші y2 тең 35 минус 21 болады 14. x-ке барамыз. x бірінші тең 70 азайту 56 тең 14. x екінші тең 70 азайту 14 тең 56. Жауабы топтап жазамыз. x1 мен y1 топтаймыз ғой. 14-те 56 немесе x2, y2 56-да 14. Мінекей бұл біздегі есептің берілген жауабы. Келесі есеп бізде 4-те 12-ші есеп. Бір мезгілде А қаласынан бір бағытта жылдамдықтары 80 км сағат және 100 км сағат болатын екі машина шықты дейді. Ал мінекей қарайық. Мына жерде А деген нүктеден жылдамдығы, бірінші машинаның жылдамдығы 80 км сағат. Екінші машина шығады, осы жерден тағы да оның жылдамдығы 100 км сағат. Әрі қарай 1 сағаттан кейін дейді, яғни 1 сағат өткеннен кейін үшінші машина шығады. Осы жерден үшінші машина шығады. Ол бірінші машинаны қуып жетеді. Қанша уақытта қуып жететінін білмейміз. Бірінші машина мына жерге келген кезде мынау соны қуып жетеді. Үшінші машина мына жерге келіп қуып жетеді. Бұның жылдамдығын біз білмейміз. V3-тің жылдамдығы x болсын, y болсын, жылдамдықты y деп алайықшы. Уақытты x дейік. Оның уақыты x сағаттан кейін
X сағаттан кейін мына бірінші машинаны қуып жетеді. Мына жерге келіп қуып жетеді. Бұны В нүктесі деп қояйық. Сонда екінші машинада жүреді ғой. Ол да X сағат жүреді. Ол уже мына жерге келеді. Бұны бір С деп қояйық. Ал мына нүктеден бастап, мына стрелка тұрған бастап, мынаған дейін бұл 80X жүреді. 80 км жылдамдықпен X сағатта мына жерде арақашықтық 80X болады. Ал екінші V2-ні мына жерден бастап С-ға дейін есептеген кезде бұл 100X жүреді. Мына арақашықтық 100X. Енді мына жерінен қызылмен бұлай белгілеп қояйын. Бізге бір қазір есеп, күрделі есеп қой енді бұл. Осылай қызылмен белгілеп қояйын. Әрі қарай, қазір мінекей бұлай жасаймыз. Мына АВ арақашықтығы, мінекей мына арақашықтыққа тең ғой. Ал сонда мына ұзындықты біз S десек, S тең болып тұр, S1 дей салайын. S1-іміз тең болып тұр X Y-ға. X сағатта Y жылдамдықпен жүреді. Демек, біздің жүйенің бірінші теңдеуі шықты дейміз. 80, мына арақашықтық, оған екінші арақашықтықты қосамыз. 80X-ті ол тең болады X, Y мына арақашықтыққа. Есепті әрі қарай тыңдаймыз. Осы кездескенде мына жерге біріншіні қуып жеткеннен кейін 3 сағат жүреді. 3 сағат уақыт жүреді. Мына 3 сағат жүреді. 3 сағат. Мына жердегі V2 ол да 3 сағат жүреді ғой. Мына жерге келеді. Сол кезде барып екіншіні қуып жетеді. Екіншіні қуып жетеді. Мінекей бұлай қояйық. Мынаны қуып жетті. Мына жерден бастап, мынаған дейін Д нүктесі десек, С-дан бастап Д-ға дейін 3 сағат жүреді. Сол кезде ол қуып жетеді. Ал С мен Д-ның ара қашықтығы сонда неше километр болады? Сағатына 100 километрден жүріп отырса, мына 3 сағатта ол 300 километр жүреді. Мына жер бізде 300 километр болыпты. Ал қазір біз мына ара қашықтықты тауып көрейік. Мына ара қашықтықты. Бұны қалай табамыз? Жалпы мына жерде А нүктесі десек, А-дан С-ға дейінгі ара қашықтық бізде А, С ара қашықтығы бізде болып тұр 100 плюс 100X-ға. Мінекей, мына жері 100-ге тең, мына жері 100X-ға тең. Сонда А-сы бізде 100 қосу 100X болады. Ал мына жерді бір В деп қойса, мінекей, А-сыдан А-выны алсам, мына арақашықтық шығады. Маған қазір осы арақашықтық керек. Демек, В-сы тең, А-сыдан алып тастаймын А-выны. Сонда бізде қалады, В-сы қанша болып есептеледі? А-сы бізде 100 қосу 100X-тан азайтамын 80 қосу 80X-ті. Неке жақшамен жазып қояқ. 100-ден 80 алсақ 20, 100X-тан 80X-ті алсақ 20X қалады. Сонымен 20 плюс 20X бізде мына ара қашықтық. Неке 20 плюс 20X мына ара қашықтық. Ал әрі қарай үшінші машиненің жылдамдығы, оның жылдамдығы Y. Ол осы жерден бастап 3 сағат жүрді. Сонда ол 3Y болады. Мына ара қашықтық, неке, мына жерде мынаған дейінгі ара қашықтық, V-ді ара қашықтығы үшінші машиненің уақытымен есептесек 3Y болады екен. Бұны S2 деп қояйық. Ал қазір енді екінші теңдеуімізді қарастырамыз. Сонда 3Y деп отқан жалпы ғой, жалпы. Осы 3Y-тан мына ара қашықтықты алып тастасақ, біздің 300 шығады. Мына 3Y-тан V-сын алып тастасақ, 300 шығады. Демек, 3Y минус 20 плюс 20Y, 20 плюс 20X деген ғой, 20 плюс 20X тең 300. Тең 300. Мінеке біздің теңдеу жүйеміз мына түрге келді. Әрі қарай жалғастыратын болсақ, бірінші теңдеуді жазып қояйық. 80 плюс 80X тең XY. Әрі қарай 3Y минус 20 минус 20X тең 300. Әрі қарай бірінші теңдеуді жаза береміз. 80 плюс 80X тең XY болады. Мына жерді есептеп жіберейік. 3Y
минус 20х, 20 минус 20 теңдікті оң жағына шығады, плюс 320. Бірінші теңдіктен мына жерден былай жазайық, 80-ді өз жағында қалдырып, тең x, y минус 80 деп алайық. Осыдан 80х дегенім ғой, x, y минус 80х. Мына теңдіктен 80 тең, ортақ көбейткіш x шығарып жіберсек, y минус 80 болады. Әрі қарай x-ті табамыз тең, 80-ді бөлеміз y минус 80-ге. Осы мәнді апарып, екінші теңдеудегі y-тің орнына қояйық. Сол кезде 3y минус 20. X-тің орнына мынаны қоямыз. 80, y минус 80. Әрі қарай тең 320. Балдар, менде тақтаға сыймай қалайын деп тұр. Мына теңдеуді y-ге байланысты шығарамыз. Ортақ көбейткіш y минус 80 ғой. Соны көбейтіп жазып жібереміз. Сол кезде бізде мына теңдеу шығарған кезде мынандай квадрат теңдеу шығады, үлкен сандар шығады. Сол квадрат теңдеуді шешкен кезде есептің мәнін енді бірден жауапты жазайын. Y-іміз тең болады 120-ға. Мынау біздегі берілген үшінші Y-дегі машинаның жылдамдығы. Сонда жауабы 120 км сағат. Енді тақтаға сыйғанда жазушы едім, менде тақтаға сыймай қалып тұр, ұзаққа кетеді. Сондықтан мен өздерің аяқтаңдар есепті. Түсінбей жатырсаңдар, мен өзімнің инстаграмдағы парақшама есепті толық көрсететін боламын. Жарай ма? Біздің келесі шығаратын есебіміз 4-те 14-ші есеп. Алтын мен күмістің екі қорытпасы бар. Бірінші қорытпадағы металдары массасының қатынасы 2-нің 3-ге қатынасы дейді. Яғни бізде екі қорытпа бар. Бірінші қорытпадағы алтын мен күмістің бір-біріне қатынасы 2-нің 3-ге қатынасындай дейді. Екінші қорытпадағы алтын мен күмістің қатынасы 3-тің 7-ге қатынасындай. Мына екінші қорытпа бұл 3-тің 7-ге қатынасындай. Алтын мен күмістің массаларының қатынасы 5-тің 11-ге болатын 8 килограмм жаңа қорытпа алу үшін. Яғни осы екі қорытпаны біріктіріп бір қорытпа жасайды. Сол қорытпаның екеуін біріктіріп бір қорытпа жасайды. Ол қорытпаның салмағы бірінші және екінші қорытпаны қосқанда, бірінші екінші қорытпаны қосқанда 8 килограмм қорытпа шығады. Бұл 8 килограмм қорытпадағы алтын мен күмістің қатынасы 5-тің 11-ге қатынасында дейді. Біз бұл есепті енді бізде не сұрап отыр? Осы жаңа қорытпа алу үшін әр қорытпадан қанша алу керек дейді. Бірінші қорытпадан қанша килограмм, екінші қорытпадан қанша килограмм. Біз былай жасаймыз балар. Бірінші қорытпада қанша килограмм бар екенін білмейміз. Бұны біз x килограмм деп қоямыз. Бұл бізде бірінші қорытпа. Екінші қорытпадағыны y килограмм деп алайық. Қазір сонда жүйе құратын болсақ, бірінші қорытпа мен екінші қорытпаны қосқанда x пен y-ті қоссақ 8 килограмм шығады. X килограммға y килограммды қоссақ, мына біздің 8 килограмм шығады. Енді екінші теңдік жүйенің екінші теңдеуін жазу үшін килограмм жазбай қазір жүйе қыламыз ғой. Жазу үшін мына есепке қарай өтеміз. Мынау біздегі үшінші қорытпа, ана екеуден біріктіріп жасаған қорытпа. Бұндағы алтын мен күмістің қатынасы 5-тің 11-ге қатынасы дейді. Демек, бұны біз былай жасап алайық. 5x қосу 11x тең 8 килограммға. 16x тең 8, бұдан x болады. 8-ді 16-ға бөлеміз, яғни 2-ден 1, 0,5. Демек, 0,5 x-ті таптық қой. Осында мына 8 килограммның ішіндегі енді алтын неше екендігін табайық. Оны табу үшін, алтынның неше килограмм екендігін табу үшін, мына x-ті 0,5-ті 5-ге көбейтейік. 5-5-ің 25, 2,5. Демек, мына 8 килограммның ішінде 2,5 килограмм алтын бар. Неке қарап отырмыз балар. 2,5 килограмм алтын. Яғни екі қорытпаны қосқанда шыққан алтын. Бірінші қоспа мен екінші қоспадағы алтындарды қоссаң 2,5 килограмм болады. Енді мына жерге қараймыз. Бірінші қорытпада 2-нің 3-ге қатынасы деді ғой. Бұл деген сөз 5 бөлік деген сөз ғой. 5 бөлік. Неке мынандай деген сөз 1, 2, 3,
4, 5 ба? 1, 2, 3, 4, 5. Мынандай 5 бөлік қой, мінекей. Жалпы қосындысы, мына 2-ге 3-ті қоссаң 5 болады ғой. Мынау 5 бөлік сол. Осының 2 бөлігі, мінекей, осы 2 бөлігі алтын. Демек, 5-тен 2 бөлік алтын. Біз мына жерге былай жазып қояйық. 5-тен 2 бөлігі алтын. Енді алтынымыз бізде x қой. Плюс, мына жердің екіншінің неше бөлігі? 10 ғой. 2, 3-ке жетті қосса 10. 10-ның 3 бөлігі. 10-нан 3-іміз бізде не болып тұр? 10-нан 3-іміз y. 10-нан 3 y. Осы алтындарды қосқан кезде, бірінші қоспадағы алтынның салмағы, мынау екінші қоспадағы алтынның салмағы. Екеуін қосқанда 2,5 жалпы. Демек, бұл біздің жүйеміздің екінші теңдеуі болып табылады екен. Яғни 5-тен 2x плюс 10-нан 3y тең 2,5 5-ге. Енді бірінші теңдеуіміз ыңғайлы болып тұр. Екінші теңдеуден ортақ бөлімге келтіріп, бөлшектің бөлімінен құтылайық. Сол кезде ортақ бөлімімізде 10 болады, немесе теңдіктің екі жақ бөлігінде 10-ға көбейттік дейміз. 4x болады, плюс 3y болады. Тең 2,5-ді 10-ға көбейтсек, 25 болады. Мына бірінші теңдеуімізді жазып қояйық. X плюс y тең 8. Мінекей қарапайым жүйеге келдік. Екінші теңдеуден x-ті табайық, 8 минус y. Осы табылған x-тің мән бірінші теңдеуге апарып қояйық. 4, 8 минус y плюс 3y тең 25. 4, 8-ің 32 минус 4y плюс 3y тең 25. Әрі қарай, минус 4y пен плюс 3y болады, минус y қалады, минус y қалады тең, 32-ден 25 тең оң жағын ашады, минус 7 болады. Сонда y тең 7. Біз y деп екінші қоспадағы салмақты айттық. Демек, екінші қоспадан 7 килограмм. Мына жерге x-ті табамыз. X тең 8 алу 7 тең 1. Демек, жауабы. Бірінші қоспаны біз x-пен белгіледік қой. Бірінші қоспадан 1 килограмм, ал екінші қоспадан 7 килограмм алады екен. Екеуін қосқанда 8 килограмм. Есептен сұрап отырған біздегі 8 килограмм жаңа қорытпа алу үшін әр қорытпадан қанша алу керек дейді. Мінекей, бұл біздегі 4-те 14-ші есептің жауабы. Қазіргі шығаратын есебіміз С деңгейдегі 4-те 19-ші есеп. Қуаттылығы әртүрлі екі сорғының бірдей уақытта жұмыс істеу барысында бассейн 8 сағатта толтырады. Яғни бассейнді 2 краннан суды ағызған кезде бірінші кранның қуаттылығы, екінші біз білмейміз бірінші қуаттылығы қанша екен. Сондықтан біз былай жасап қояйық. Біріншінің қуаттылығы x деп алайық, екінші кранның қуаттылығын y деп алайық. Сол кезде екеуі 8 сағатта толтырады дейді. Яғни, біріншінің қуаттылығы x болса, 1 бөлінген x плюс 1 бөлінген y тең 1 бөлінген 8 деп теңдеуді құрамыз. Біз бұны 5-ші класстан білеміз. Енді әрі қарай есеп тыңдайық. Сорғыларды жөндегеннен кейін, яғни бірінші және екінші насосты жөндейді. Жөндегеннен кейін олардың өнімділігі 1,10 есеге артады. Біріншісі 1,2 есеге артады, екіншісі 1,6 есеге артады. Сол кезде дейді, олардың жұмыс бассейнді толтыруда тез болады, 6 сағатта толтырады дейді. Мына жерде біз былай жасай жіберейік. 1,2-міз бізде 1,2 немесе 10-12 болады ғой. 2-ке қысқартсақ 5-тен 6. Сонда 5-тен 6 x деп қояйық. Ал мынау болады 10-16. Бұнда 2-ке қысқартсақ 5-тен 8. 5-тен 8 y болады. Сонда бізде екінші теңдеу шығады. 5-тен 6 x плюс 5-тен 8 y тең 6-дан 1, яғни 6 сағатта толтырады. Бізде мынандай жүйе шықты. Қазір айнымалы енгізіп алайық. 1 бөлінген x-ті a арқылы белгілейік, 1 бөлінген y-ті v арқылы белгілеп, жаңа айнымалы арқылы есебімізді ықшам түрге келтірейік. Сонда a плюс v тең 8-ден 1-ге, 5-тен 6
мына жерде 1 бөлінген x балдар, мен мінекей қарашы, 1 бөлінген x, мынау 1 бөлінген y болады. Мінекей мына жерде де сол. Мына жерде еңбек өнімділігі туралы басқаша айтып отырмыз. Мынау жалпы жеке өзінің 1 сағатта толтыратын, жеке өзінің неше сағатта толтыратыны ғой, жеке өзінің. Ал мынау екеуінің бірігіп толтыратын уақыттар, сол бассейннің қанша бөлігін толтыратындығын көрсетеді. Әрі қарай кеттік. 5-тен 6а плюс, мына жерде қоямыз, 5-тен 8 в тең 6-дан 1. Қазір бірінші теңдеуден аны табайық. 1 бөлінген 8 минус в, яғни аны в арқылы біз өрнектедік. 5-тен 6, мынау 5-тен 6, мынау 5-тен 8. Кеттік, әрі қарай 5-тен 6 аны орнына қоямыз. Енді 8-ден 1 минус в-ны плюс 5-тен 8 в тең 1 бөлінген 6. Жақшаларды ашып көбейтеміз, онда қысқартып жіберейік. 6 мен 8 2-ке қысқарады, 4, 3. Сонда бізде болады 20-дан 3. Енді 5-тен 6-ны в-ға көбейтеміз. 5-тен 6 в болады. Плюс 5-тен 8 в тең 6-дан 1. Мына жерде бұларды жинап жіберейік. 5-тен 6-дан 5-тен 8 в таңбалар қарама қарсы алынады ғой. Сонда 5-тен 2 в қалады. 5-тен 2 в тең 6-дан 1-ден аламыз 20-дан 3-ті енді. 6-дан 1 алу 20-дан 3, яғни 20-дан 3 теңдіктің сол жағына шығады. Әрі қарай 5-тен 2 в тең, ортақ бөлімі 6 мен 20-ға бізде 60 болады. Бірінші бөлшекке 6-ға 10-нан келсе, 20-ға 3-тен келеді. 10, 9, 10-нан 9 алсақ 1 болады. Сол кезде в-ны табу үшін 60-тан 1-ді біз бөлеміз 5-тен 2-ге, немесе көбейтеміз. 2-ден 5-ге қысқартып жіберсек 5, 12 тең 1 бөлінген 24. Яғни в бізде болды 1 бөлінген 24. Ал аны табатын болсақ, тең 8-ден 1-ден аламыз 24-тен 1-ді. 24 ортақ бөлімі 3, 1, 3-тен 1 алсақ 2 қалады. 1 бөлінген 12, яғни 2 қысқартып жібереміз. Сонда а тең болады 12-ден 1. Енді бағанағы белгілеулерімізге қойсақ, 1 бөлінген x-іміз 1 бөлінген 12, 1 бөлінген y-іміз бар. Бізден бірақ біріншінің несін сұрап отыр ғой, қуаттылығын. Неше сағатта толтыратын. Егер бір өзі жұмыс жасаса, мына бірінші насос бір өзі жұмыс жасаса, ол 12 сағатта толтырады екен. 12 сағатта толтырады біріншісі. Ал егер ол барды да нешеге қуаттылығы артты ғой. Мінекей 12-ден 1-ді біз 12-ден 1-ді көбейтеміз қаншаға? 5-тен 6-ға. 5-тен 6-ға тең 12 мен 6 қысқарады 1, 2 тең 10-нан 1. Ал мынау бағанағы жөнделгенге дейінгі уақыт осы 12 сағатта толтырса, жөндегеннен кейін қуаттылығы артып, ол енді 10 сағатта толтырады екен. Яғни 1 бөлінген x-тен 10-нан 1 деп түсінеміз ғой. Бұдан x-тен 10 десек, екінші оның өнімділігі артқаннан кейін, яғни жылдамдығы артқаннан кейін, ол тез 10 сағатта толтырады екен. Мінекей есептің жауабы бізде осындай. Ал құрметті оқушылар, біз мәтінді есептер өткен кезде ұлттық бірыңғай тесті өзі мәтінді есептерде мынандай деңгейде есептер бар ғой. Ара қашықтыққа байланысты, еңбек өнімділігі, яғни мына бассейнді көріп отырмыз, еңбек өнімділігіне байланысты, яғни жұмысқа байланысты. Одан кейін ара қашықтыққа шығардық, еңбек өнімділігіне шығардық, және біз неге шығардық? Қоспаларға, концентрацияға байланысты есептер шығардық. Алдында бірінші есепті арифметикалық және геометриялық ортаға байланысты есептер шығардық. Мінекей, яғни екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулерді жүйесін пайдаланып осындай қиындығы жоғары есептерді шығаруға болады екен. Осымен біздің сабағымыз бүгінгі аяқталды. Келесі сабақтар бізде екі айнымалысы бар сызықтық емес теңсіздіктер және олардың жүйелерін қарастыратын боламыз. Біздің арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып,
әрбір келесі сабағымызды қадағалап отыруға шақырамыз. Келесі сабақтарда кездескенше.